Сәлеметсіздер ме? Мен Сыдыкова Жулзай Тасболатовна, Қарағанды облысы Теміртау қаласының номері 10-шы жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі боламын. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға 5-ші сыныптың Қазақстан тарих пәні бойынша бөлім тақырыбы сақтар, сабақ тақырыбы алтын адам археологиялық олжасы тақырыбында сабағымды ұсынамын. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу, қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарының негізіндегі мәліметтермен танысу, маңыздылығын түсіну. Сабақтың зерттеу сұрағы: есік обасынан табылған алтын адам кім болды? Бағалау критерийлері: сақ тайпаларының мекендеген жерлерін картадан көрсете алады. Есік обасынан табылған алтын адам археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтайды. Қазақстандық ғалымдардың ашқан археологиялық жаңалықтарын біледі. Сабақтың құндылықтары: шығармашылыққа баулу, өз елінің тарихи құндылықтарын құрметтеуге үйрету. Оқушыларды Пелеап платформасын қолдана отырып жеребе тастау әдісі арқылы 3 топқа бөліп алдым. Оқушылар тақтаға шығып, жасырын тұрған ұяшаларды басу арқылы өз топтарын анықтайды. Қарап отырғандарыңыздай, бүгінгі топтың атаулары сабақтың тақырыбына тікелей байланысты. Мысалы, номері 1-ші алтын киімді адам, номері 2-ші алтын киімді адам, номері 3-ші алтын киімді адам. Ұйымдастыруда оқушылардың назарын сабаққа шоғырландыру мақсатында күн сәулесі әдісімен оқушылар бір-біріне тілек білдіріп, психологиялық белсенді көңіл күй сыйлады. Ұйымдастыру сәтінде оқушы әр топқа өзін-өзі бағалау парағын беремін. Мен бұл сабағымды болжау әдісі арқылы бастадым. Оқушыларға түрлі түсті суреттер топтамасын бердім. Сол суреттер топтамасына қарап, оқушылар бүгінгі сабақта нені оқытылатын болжайды. Оқушыларға суретті көрсете отырып, суретте не көріп тұрсыңдар? Қандай ерекшелік байқадыңыздар? Тақырыпты болжап көріңіз. Ол бүкіл әлемге танымал және бүкіл дүние жүзінде жалғыз. Бұл адам біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларда өмір сүрген, бай отбасынан шыққан. Бас киімі мен аяқ киімі де алтыннан жасалған деп өзімде қосымша мәлімет беріп кетемін. Оқушылардың ой пікірлерін тыңдап болған соң, бүгінгі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттарын хабарладым. Жаңа тақырып бойынша оқушылар алтын адам тақырыбындағы бейне материалды тамашалайды. Видео көру барысында оқушылар келесі сұрақтар төңірегінде ойлануларын қамтамасыз еттім. Алтын киімді адам қай жерден табылды? Алтын киімді адамды тапқан белгілі ғалым археолог кім? Дегендей. Оқушылар өз пікірлерін видеоны көріп болған соң, өз пікірлерін ортаға салды. Алтын адамдар табылды. Есік қорғанындағы алтын адамды қай археолог тапты? Кемел Ақышев кім? Алтын адамның киімі қалай безендірілген? Алтын адамның бас киімі туралы не білесің? Алтын адам кім болған? Видеоны көріп, оқушылар өз пікірлерін ортаға салады. Кейіннен тақырып бойынша оқушыларға дәптерге мәліметтер жаздырамын. Ерекшесі 26 таңбадан тұратын жазу бар күміс табақша шықты. Кемел Ақышевтың пікірінше, бұл сақтардың өзіндік жазу болғандығын дәлелдейді. 17-18 жастағы сақ ханзадасының сүйек қаңқасы, мерекелік салтанатты киім кигізілген, мәйіт қарумен жерленген, алтын киімді адам деп аталды. Археолог Кемел Ақышев 1969 жылы ашқан. Мен әрбір сабағымда
пән аралық байланыс орнатамын. Мысалы, мен осы жерде балаларға математика пәнімен пән аралық байланысты орнаттым. Оқушыларға: балалар, ойланып көріңдерші, Кемел Ақышев осыдан қаншама жыл бұрын алтын киімді адамды тапқан екен дегендей сұрақтар қойдым. Ал балалар болса 2025-тен 1969 жылды алып тастады. Сонда 56 жыл. Демек, осыдан 56 жыл бұрын алтын киімді адамды Кемел Ақышев тапқан екен. Және 26 деген таңба қай сандардың қосындысы дегенде сұрақ беремін. Әрине, бүгінгі күнмен байланыстырып отырамын. Балалар, көздеріңе елестетіп көріңдерші, 17-18 жастағы ағаларыңды, әпкелеріңді. Міне, көрдіңдер ме балалар? Сақ ханзадасы бар болғаны 17-18 жасында болған екен дегендей мәліметте сұрақ ой қозғап балаларға болашақта Сақ ханзадасындай елдің батыры болуға шақырамын. Есік қорымы біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларға жатады. Жалпы әшекей бұйымдардың саны 4000-нан астам. Олар алтын киім, кешек, жүзік, алқа, белбеу және қару-жарақ аңдық стильде өрнектелген. Ақинақ, қыш ыдыстар, қола, айна, қызыл бояуы бар сөмке де бірге жерленген дегенде мағлұматты бере отырып дәптерлеріне жаздыртамын. Әрине, Сақ қорғандары туралы картадан көрсетемін. Жетісу өңірінен, міне, Есік обасынан номер 1 алтын адам табылған туралы мәлімет беремін. Міне, Шығыс Қазақстаннан Шілікті, міне, Арал төбе қорымынан алтын адам табылған туралы мәліметтер беріп, картамен де жұмыс жасап кетемін. Осыдан кейін балалармен топтық жұмысқа кірісемін. Әр топқа жеке-жеке тапсырма беріледі. Бірінші топтың жұмысы: номер 1 Есік қорғанынан табылған алтын адам туралы берілген сұрақтарға жауап береді және картадан көрсетеді. Екінші топқа: номер 2 алтын адам Аралтөбе қорымынан табылған алтын адам бойынша берілген сұрақтарға жауап береді. Картадан көрсетеді. Үшінші топқа: номер 3 алтын адам Шөпті қорымында табылған алтын адам бойынша берілген сұрақтарға жауап береді, әрине картадан көрсетеді. Бірінші топтық жұмыс аяқталғаннан кейін балалармен сергіту сәтін жүргіземін. 3-ке еселік санды айтатын адам сол санның орнына жаңылыспаймын деп айту керек. Егер жаңылыспаймын деген сөзді айтпаса, ол оқушы ойыннан шығып қалады. Бұл сергіту сәтінің негізгі мақсаты, яғни балалар жаңылыспай санды айтып отыру керек. Әрбір тапсырмадан кейін балалармен кері байланыс орнатып отырамын. Сабақ бойы ерекше білімді қажет ететін оқушыға көмекші карточкалар арқылы тапсырма бере отырып беремін. Әр топ мүшелерінің деңгейлеріне қарап жеке жұмыс беріледі. Бірінші тапсырма жеке жұмыс: бос орындарға керекті сөздерді орналастыру. Дескриптор бойынша тапсырманы орындайды. Екінші тапсырма, дұрыс жауапты сәйкестендіреді. Үшінші деңгейдің тапсырмасы зерттеу жұмысы. Дескриптор Қазақтан жерінен табылған археологтардың жаңалықтарына талдау жасайды. Әр тапсырмадан кейін кері байланыс жасап, балалардың білімдерін толықтырып,
отырамын. Әрине, ерекше білімді қажет ететін оқушыларға үнемі диалог арқылы қолдау жасап отырамын. Оқушылар сабақты қорытындылау бөлімінде Wordball платформасы арқылы тапсырма орындайды. Міне, алтын адамның мойнындағы әшекейдің екі ұшында ненің басы бейнеленген дегендей сұрақтар беріледі. Әрине, оқушылар өз жауаптарын анықтайды. Wordball тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушылар бір айналым сұхбат. Сабақта мен үшін маңызды болған бір ақпарат немесе бір сөйлем. Балалар өз пікірлерін ортаға салады. Үйге тапсырма, тақырыпты оқу, алтын адам сақ патшасы тақырыбына эссе жазу және алтын адам суретін салу. Рефлексия бөлімінде Гундзугон платформасы бойынша бағдаршам әдісі. Қызыл түс мүлдем түсіне алмадым, сары түс жартылай түсіндім, жасыл түс толық түсіндім дегенді білдіреді. Оқушылар тақтаға шығып өз есімдері жазылған бағдаршамның нүктелерін басады. Егер қызыл түстен басса мүлдем түсінбедім, сары түс жартылай, көк түс толық түсіндім дегенді білдіреді. Осымен менің сабағым аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.